Sen qayda bolsang men sondaman. Bilemez ellerim orundalmadı. Solduktan soğuk saatte men seni suyem. Men seni suyem. Eğer elim kıyrasa men seni men birge. Sen лекция тағы басқа сабақтарды жақсы тапсырасың. Ал бірақ та ертең сендерде сурет сабағы. Ол кезде не істемек ойың бар? Сен сурет түзе аласың ба? Ештеңе. Қалай ештеңе? Таңертеңгі сиқырымды қолдана саламын. Әзіліңбе? Осы көзқарасымнан қорқамын. Не болды? Анашым үйде секілді. Мен сені үйге қалай кіргіземін? Алдымен тыныштал. Наз, келдің бе? Сәлеметсіз бе? Мынау қай жігітің тағы? Кім? Мына ма? Ол менің жігітім емес. Анашым, өзіңіз қараңыз. Мынандай красавчик жігіт. Менің жігітім бола ма? Неге бола алмайды? Болады. Мама! Анашым, біздің сурет салуымыз керек. Қандай сурет? Сабақтарын ешқайда қашып кетпейді. Отыр. Анашы... Оғы, үйімізге қонақ келіп қалыпты ғой. Қызымыздың көрпаласы екен. Назы шығарып салуға көмектесті. Неге қарап отырсың? Амандасайшы енді. Ассаламуалейкум. Уа алейкум ассалам. Ей балам, сен өзі қазақсың ба? Шашың көзің күміс секілді. Мен өзім қазақпын, бірақ шешем орыс. Көздерім шешемдікі, ал шашым боятқанмын. Өзімнің түсім қара. Азамат, сенің көздерің сені ерекше етіп тұр. Ал шаштарың келбетіңді ерекше ашып тұр. Балам. Сен жылап тұрмысың? Болды, біздің сабақ істеуіміз керек. Кеттік Аза. Азамат, біздің үйді өз үйіңдей көр. Бірақ та қызыма қол тигізуші болма. Ұқтың ба мені? Жақсы, түсіндім. Мында отыр. Сенің не істемек ойың бар? Қазір көресің. Ұста. Жоқ. Мен саған айттым ғой, сиқыр қолдана салам деп. Ғажайыпқа сеніп отыра беруге болмайды. Жоқ. Ұста. Қане, көрші. Жарайсың, өте демі шықты. Иә, қалай болды? 100-ден 75. Ол өте жақсы көрсеткіш қой. Оған не болған? Ол мен қашып жүрме? Бірақ неге? Әнде мен мүгедек ауыр болғаным үшін екен. Наз. Мүгедек болмағанымда жауабы қандай болар еді?